Allah sizden razı olsun. Davatınız kabul. Bereketsin bersin. Amin. Bizde hazır Kırgızstanda, Kırgız elinde elhamdülillah hazır amandık, salamattık. Ha. Anан ошол бизге ошол амандык, саламаттыктын артыкчылыгы жөнүндө насихат айткыбыз. Анан жана бизге окшогон жаш балдар ошол амандык, саламаттыкты бузбаш үчүн кандай эмелерди алыш керек? Себептер. Кай бир элде мусулмандарда тыныштык және тоқтық болса, сол кезде білім иелері жақсылықпен, даналықпен әрекет қылып жұмыс істесе, ол жерде ардайым дін жақсы таралған тарихта. Қай жерде не амандық болмаса, тыныштық, немесе тоқтық болмаса, немесе екеуі де болмаса, ардайым дін артқа тартып кетеді. Себебі сөйлейтін адамның өзі де сөйлей алмайды. Сөйлейтін адам болса да, үйрететін адам болса да, үйренетін адамның өзі табылмай қалады. Себебі фитна бар. Не өзі тыныш емес, не балашағы тыныш емес, тыныштық жағынан. Немесе аш. Тыныш болса да аш болуы мүмкін. Оны тыңдауға жағдай жоқ, уақыты жоқ оған. Немесе уақыты бар, бірақ тыңдайын десе артында проблема келеді оған. Адамдардың көбі қорқақтайды ондай уақытта. Негізінде қорқақтанбау керек негізінде. Бірақ иман әлсіз болғаннан кейін осындай қорқудың артында діннен жай ұзақтап кетіп қалады адам. Сол үшін фитне келген уақытта иманы әлсіз болған адамдардың көбі мұнафықтар қосылып кетеді. Даже дінге дұшпан болып кетуі де ештеңке емес. Түсінікті ме? Емтихан келген уақытта. Сол үшін сәлеметтік, амандық деген нәрсе бұл үлкен неғмат. Наби саллаллаху алейхи уассаламға ағасы, яғни Аббас ибн Абдул-Мутталиб радияллаху анху келіп, Расул саллаллаху алейхи уассаламға айтады: маған бір нәрсе айтыңыз, мен Аллахтан соны сұрайын дейді. Сөйтсе, аға, Аллахтан амандық сұраңыз дейді. 2 рет, 3 рет сұрағанда да соны айтады. Пенделерге берілген неғматтың ішіндегі ең үлкені амандық, тыныштық, сәлеметтік дейді. Себебі тыныштық, амандық, сәлеметтік болған уақытта азғантай бағанағы жеп ішу жағынан кемшілік болса да адамдар дінде жақсы тұрады. Себебі дінінде фитна жоқ, денесінде фитна бар. Түсінікті ма? Дінде фитна жоқ, дінінде кеңдік бар. Бірақ денеде азғантай не? Жеп ішу, кию дегенде азғантай фитна бар, оны жеңіп өтуге мүмкін. Кез-кезімен болса да, ара-арада болса да дінге қайтуға мүмкіншілік бар. Себебі дінінде фитна жоқ. Amma амандық, тыныштық кетсе, адамда ол уақытта адам оның діні фитнаға кіреді. Діні фитнаға келеді. Діні фитнаға кірген уақытта Алла сақтасын, адам, көптеген адамдар құлап қалады. Армандап қалады адамдар жүрген тыныштықтары. Сол үшін Хасан Басир рахимахулла хавариждер туралы айтқанда, болар ибадат қылатын дүниені де қойған жоқ, қайтатын ақыретті де қойған жоқ дейді. Бәрін күйдіріп бітті дейді. Себебі не дінді, не дүниені қалдырған жоқ олар. Адамдардың діндерінде, дүниелерінде біттірді, құртып, бұзып. Сол үшін Аллах субханаху ва таала Құрайш сүресінде адамдарға осы нәрсені үлкен бір неғмат ретінде міндет қылады. Аллах айтады, Құрайш сүресінің ақыр жағында айтады: «Аллази ат'амахум мин жу'i ва аманахум мин хауф». Ол сендердің раббілерің, мынау бәйттің, мынау Кәбаның раббісі, ол сондай, ол сендерге аллази ат'амахум мин жу'i, аштықтан сендерге тоқтықты берді. Ва аманахум мин хауф, және қорқыныштан сендерге нені берді? Амандықты, тыныштықты берді сендерге. Неге айтып жатыр бұл нәрсені? Себебі осы үлкен неғмат ол Наби саллаллаху алейхи уассаламға беріліп жатқан нәрсе. Сол үшін де Наби саллаллаху алейхи уассаламның дағуатының ең қатты дамыған уақыты қашан? Худайбияда мүшриктермен келісімге отырған уақытта.
Түсінікті ме жоқ па? Одан бұрын да таралды алхамдулилля. Бірақ сол уақытта болмаған бір азғантай бір жылдың арасында өте мықты таралған. Неге? Тыныштық бар. Елдер жүре алады, айта алады, түсіндіре алады, сапар қыла алады, жеткізе алады. Ауылдан ауылға жүре аласың, бір жерден бір жерге бара аласың, үйде отырғанда әңгімелесең тыныш айта аласың. Түсінікті ме жоқ па? Шариғат жеткізе аласың. Ол амандық жеткен уақытта, осы келіскен уақытта Аллах аят түсірді. Инна фатахна лака фатхан мубина деп. Біз саған фатхты бердік дейді, фатх. Сол үшін Ибн Масуд радиаллаху анху айтады, адамдар Меккедегі болған 8-ші жылдағы фатхты фатх деп ойлайды дейді. Ол фатх емес, біз Худайбияны өзімізге фатх деп білдік дейді. Түсінікті ме? Тыныштыққа келіскені, амандыққа ешкімге тимесін деген келісімге отырғанның өзі олар үшін фатх болған. Неге? Дават басталады сонымен. Сырттағы жүздаған, мыңдаған қабилаларға дават қылса болады. Сахабалар сол уақытта Наби саллаллаху алейхи жіберді сонда. Муазды жібереді, анаған жібереді. Сол үшін көрсең, Наби саллаллаху алейхи жамағат адамдарын жіберсең, 8-ші жыл жіберген, 9-ші жыл жіберген, одан бұрын жіберген, 7-ші жыл, сол жылдары тыныштық уақыттарда жіберген. Меккені фатх қылғаннан кейін жіберді, себебі өзінің қолында бәр нәрсе. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін сендер алхамдулилля Қырғызстанда өздеріңнің діндеріңде де, қалталарыңда да барлық жағынан амандықтасыңдар негізінде. Сол жақтағы ең тыныш мемлекеттердің бірі десең қателеспейсің негізінде. Енді сендер о жағын менен көре жақсы білесіңдер. Мен ақырғы Қырғызстанда болғаным 95-ші жыл. 98-де бір рет Бишкекте болған екенмін. Бұлайша ақырғы 95-ші жыл болған. Ол сол уақытта өзі солай еді. Түсінікті ме жоқ па? Адамдар аш емес, тыныш, амандық, алхамдулилля. Ешқандай бір, біз сонша жыл жүрдік, мен сонша жыл қолымда бір бет қағаз жоқ еді менің қолымда. Біреу тоқтатып маған кімсің деп айтпайтын. Тоқтатса бізді мұлла бача дейді. Мұлла десе болды, жібереді. Ол бүткіл барлығы. Келіп ана үйімізде ана свет тексеретіндер бар ғой. Келіп бізден ақша алуға ұялатын бағана. Қырғыз кісілер келеді, бізде счетті жазады ғой ана жерде. Бізден ақша алуға ұялатын бағанағылар. Енді көріп тұрмыз, Құжырада оқимыз. Келеді да енді бір ялғаннан алып кетеді. Өзі төлей алмайды бағанағы кісілер. Түсіндің ғой жоқ па? Неде, яғни білім иелерін, оқып жатқан адамдарды халық жақсы көреді. Осы жақсы көру теріс болып кетпеу керек осылар. Түсінікті ме? Осы жақсы көру деген теріс болып қалса, ол уақытта жаман. Бір жақтан тыныштық кетіп жатыр деген. Адамдар дін үйрететін адамдардан бет бұрып жатыр деген. Ол жаман нәрсе ол. Айтқан сөзім жерде қалып кетеді деген ол. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін қандай болмасын, сендер жүрген жерлер амандық, тыныштық Аллахқа шүкір. Осы жамандық кетіп қалудан сақтану керек. Жағдай барынша Аллахқа дуа қылу керек. Өздеріңе де, елдеріңе де, елдегі елбасыларыңа да. Өзіңе дуа қылмасаң да сол елбасына дуа қыл. Өзің дуа қыл, өзің ұмытып қойсаң да соларды ұмытпа. Неге? Себебі имам Ахмад Фудайд қанша ахлу суннаның айымаларынан келген нәрсе, егер маған анық қабыл болатын дуа білгенімде болса, егер сондай дуа болғанын білгенімде, мен соны патшаға айтқан болатын. Өзім емес, бала шағам емес, тіпті ақырет жаннат тозақтай емес, патшаға. Неге? Себебі ол дұрыс болса, бүткіл ел дұрыс болады. Бүткіл ел дұрыс болады. Бүткіл ел дұрыс болады. Түсінікті ме жоқ па? Сен соған дуа қыл. Сол үшін де ахлі сунна уал жамағаттың амандыққа, тыныштыққа мән бергені солар. Себебі олар, мағруф Шейх Ислами Тайми рахимахулла айтады, ахлі суннаның айыммаларына қарайтын болсаң, олар хақты ең көп білетіндер де солар, бүткіл елге ең мейірімділер де солар негізінде. Хақты да ең дұрыс білетіндер солар дейді. Ахлі сунна. Сол сияқты бүткіл адамдарға, ол патшалар болсын, қарапайым халық болсын, солардың барлығына да ең мейірімділер солар, ахлі сунна. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін де бұл тыныштық, амандық сендерге берілген неғмат. Осы уақыттан Аллах сақтасын келешектегі фитнадан ғой. Бірақ не болғанда да адам өмірінде әрдайым амандықпенен,
амандықтан пайдаланып келетін фитнадан бұрын иманын дұрыстап алу керек. Сен білмейсің. Жоқ дегенде сенің жеке өміріңдегі фитна келеді. Ол не? Ол бөлім. Солай ма жоқ? Сол үшін адам дайын жүру керек әрдайым. Білімнен аз болса да алу керек. Шариғаттан аз болса да тыңдау керек. Өткен отырысымызда қысқаша болса да айттық білім талап ету туралы. Сендер негізінде сендер жақта әлсіздеу осы. Білім тыңдау, шариғат тыңдау, әлсіздік бар. Түсінікті ме жоқ па? Жоқ, олай болмау керек. Сендерді не тосып жатыр? Кімнен қай жерлерің аз, кем? Дұрыс па жоқ па? Не кем сендерді? Не жетпейді? Бүткіл елде бар нәрсе сендерде бар. Сол үшін балдарыңды оқытыңдар, өздерің жастарың оқытыңдар, өздерің де жассыңдар ғой жалпы. Адам аяқ қолында күш болса, демек ол жас. Солай ма жоқ па? Ол жас. Тыңдаса құлағы бар, көрем десе көзі бар, түсінем десе алхамдулилля жүрегі миы бар, алхамдулилля. Бәрі жері орнында. Артта қалатын несі бар оның? Солай ма жоқ? Дүние мәселесінде мен болды кәртиіп қалдым демейді ғой. Егер қалтасында 100 000 сом берсең, кетті, бизнеске кіріп кетеді сол шақ. Солай ма жоқ па? Менің ана жастардан қайын кем, мен де бір бизнес қылайын деп, мысалы. Солай, дұрыс па жоқ па? Білім мәселесі, шариғат деген мәселе, енді біздің жасымыз өтіп қалды деп қой. Әсіресе мен 40-қа барайын деп қойған жігіттерді таңғаламын қазір. Жасымыз өтіп қалды дейді. Аллаху акбар. Бізде егер 40-қа кірген жас өткен болса, онда ел кімнің қолында қалды айтшы? 40-қа кіргенде жұмыс басталады негізінде. Білесіңдер ме? 40-қа кіргенде жұмыс басталады негізінде. Пайғамбарлық Наби саллаллаху алейхи 40 жасында келген. Сол уақытта жұмыс басталады. Енді жұмыс істеу керек енді. Дұрыс па жоқ па? Не қалды енді ар жағына? Егер 40-қа кіргендеріміз егер тәртіп қалдық десек, онда үмбет жалқаулардың қолына өтіпті онда. Қай бір елдің яғни жұмысы жалқауларға тапсырылса, енді ол үмбет бітті деген ол. Енді біткен үмбет болып қалайын десеңдер, жүре беріңдер солай. Түсінікті ме жоқ па? Өніп өсейін деп тұрған үмбетсіңдер ғой. Дұрыс па жоқ па? Келешектегі біздің балдарымыз бізден жақсырақ болсын деген қай бір ата бар? Балам жаман болсын дейтін ата бар ма ондай? Әке бар ма ондай? Әрбір әке айтады балам менен жақсы болсын деп. Бірақ не жағында? Ақша жағында. Мен қиналған қаралықты көрмесін деп не қылады? Ақша жинайды. Балама бірдеңе қалдырып кетейін деп. Тек қана оны ойлау жақсы. Ол да Наби саллаллаху алейхи айтады, бала шағаңды адамдарға қолын ашып тастап кеткеннен гөрі тоқ жақсы жағдаймен тастап кеткенің абзал. Наби саллаллаху алейхи айтады оны. Ол сөзсіз. Ол қажет жағдайың болса істе о нәрсені. Бірақ негізі ол жағы емес. Не ол негізі? Діннің жағы. Қалай егер осы отырған жігіттердің әрбірінің семьясынан жоқ дегенде бір талып елім шықса? Солай ма жоқ па? Бір ғана, көп емес, шілей енді көп кетсе, берекесі ұшып кетеді дейді біреулер. Сөкті ма? Шілей, бір семьядан бір талып елім шықса. Шілей онда бір ғалым, үлкен бір қырғыздың басын көтеретін ғалым болмай-ақ қойсасын енді. Дұрыс па жоқ па? Енді біз ондай шілей, ондай білімді халық емеспіз деген дейді. Солай ма жоқ па? Бізден кім шығатын еді деп қояды да біреулер. Жоқ, сен әрекет қыл иншалла. Шығады. Бұрында шықты, неге шықпайды қазір? Солай ма жоқ па? Біздің аималар, әхлі сүнна аималары сол Хорасан елінен шықты, біздің елдерден шықты солардың бәрі. Дұрыс па жоқ па? Біздің елден шықты. Қазіргі енді ол шекаралар өз басына, біздің жұмысымыз жоқ оменен. Негізінде солардың бәрі біз жақтан шыққан. Бұрында шықты, неге шықпасқа? Наби саллаллаху алейхи айтады, менің үмбетім не сияқты? Жаңбыр сияқты. Ол жаңбырдың басында қайыр бар ма, ақырында қайыр бар ма? Аллах біледі оны. Түсінікті ме жоқ па? Қайыр бар ол үмбетте. Біздің үмбетте қайыр бар, алхамдулилля. Бірақ сол қайырды шығару керек, өндіру керек. Біздің алхамдулилля, егер тарихқа қарайтын болсаң, біздің үмбеттей таза халық жоқ негізінде. Мұсылмандардың сәлеметтігі бізде. Біз осы болмаған бір 50-60 жылдың арасында содан азғантай бұрындау біраз әлсіреп қалдық. Оның барлығы діни әлсіз болғандығымыздан. Бағанаға бір бауырларға айтып жатыр ем жұмадан кейін. Айтам, мынау Қазақстанда қазақтардың ең құрметтеген адамы кім? Абай мысалы да. Абай.
Абай Құнанбай білесіңдер ғой, иә? Сол не үшін абай болып жүр? Не үшін абай болып жүр? Яғни жазушы болғандығы үшін ба, тақпақшы болғандығы үшін ба, демесе қазақ болғандығы үшін ба, не үшін абай деген атты көтеріп жүр? Қазір көтеріп жүр жастар, соны үйретіліп жатыр. Әдебиет бабынан үйретіліп жатыр. Не үшін? Құран хадисті білгендігі үшін, ол абай болғанның себебі. Дұрыс па жоқ па? Құран хадис сөзі Құран хадиске қайтады. Кімнің сөзі Құран хадиске қайтса, оның құрметі Құран хадистің құрметімен сақталады. Ол маруф. Кімнің сөзі Құран хадиске қанша жақын болса, соның сөзі Құран хадиспен қалады. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін де қалып тұр. Ол философ болмаған. Ол кісі медресе көрген болды. Солай емес, азғантай діннен хабары болған. Онда үлкен ғалым болмаса да, діннен хабары болған адам болған. Айтқан сөздері соған. Қазір қарайтын болсақ, біз Абайға қайтамыз да, Абай қайтқан жермен жұмысымыз жоқ та. Абай неге қайтқан? Яғни мынау қаяқтан келіп жатыр? Мына жақтан келіп жатыр. Дұрыс па жоқ па? Адамдар мынаған қарайды да, жастарды мынаған қаратып жатыр. Мынаған қайтармайды. Мынаған қойды ғой. Құятын жеріне қайтсашы. Абайға құйған Құран мен хадис. Дұрыс па жоқ па? Неге соған қайтармайды жастарды? Түсінікті ме жоқ па? Соған қайтару керек жастарды. Сол Құран хадиске қайтару керек. Имам Ахмад рахимахулла айтады, мен бір адамдардан таңқалам дейді. Хадисті біледі, дұрыс қатесін айырып біледі да, пәленші айтты, түгенші айтты деп айтады дейді. Біз қайтқан жерге қайтпайсыңдар ма дейді. Біз алған жерден алыңдар. Міне тәрбие солай болады. Біз алған жерден алыңдар. Міне балдарыңды оқытыңдар. Бізге ұқсаған біреулердің сөзін көтеріп жүрмесін. Солай ма жоқ па? Мүмкін сендер көтереді шығарсыңдар, себебі Құран хадиске қолдарың жетпейді. Бірақ балдарың бізді ұмытса, болды, керек емес, біз керек емеспіз оларға. Себебі біз мынаған жеткізіп қоюға бір себеппіз, болды. Жеткізіп қойсақ болды, ұмыту керек бізді, қалас, керек емес. Түсінікті ме жоқ па? Тура Кабаға барғанша сен намаз оқуың керек, дұрыс па? Қаяқ қарайсың? Ибн Қайым рахимахулла, қаяқ қарайсың? Жұлдызға қарайсың. Жұлдызға қарап жүріп, Кабаның қибланың қаяқта екенін қарап намаз оқып барасың. Кабаға жетіп келдің, мына алдында тұр Каба. Жұлдызға қарайсың ба? Жоқ, енді керек емес бұл. Солай ма жоқ па? Осы жұлдызды жаратқан Аллахқа шүкір, болды, керек емес. Қазір Кабаға қарайсың еді. Түсінікті ме жоқ па? Тура солай. Түсінікті ме жоқ па? Жастарымыз, балдарымыз осы Кабаға қарасын. Құран хадиске қарасын. Түсінікті ме? Ешкімге мойнына іліп қойған нәрсесі жоқ. Түсінікті ме жоқ па? Ешкім біреуден аз емес Құран хадиске қайтуға. Барлығымыз Аллахтың алдында бір түрлі пендеміз. Бір түрлі, ешқандай айырмамыз жоқ. Құранға қанша жақын болсаң, амалың жақсы болса, демек сен Аллахқа жақынсың. Қанша ұзақ болсаң, сонымен ұзақ болып жатсың. Болды. Басқа ештеңке емес. Түсінікті ме жоқ па? Қазіргі жастарға сондай бір кейбір пікірлер білдіріледі, басқа қылады. Оларға осындай нәрсені кішкентай өзі ақылы көтеретіндей дәрежеде түсіндіріп қою керек. Азғантай болса да. Мысал қазір біздің жастар кейбір уақыттарда өздерін дінді қылып, біреулер дін иесі, бір дінге амал қылатын бала ретінде көруден ұялады, көрсетуден ұялады адамдарға. Себебі осындай бір жаман дағуат бар. Не деген? Европа не үшін дамыды? Дейді. Мысал да. Тарихтан хабары барлар бар шығар ішімізде. 19-шы ғасыр, 18-дің ақыры, 19-дің басы ғасырда христиан діні менен оған қарсы болған соғыс болған. Е? Христиан дінін қолдаушылар бар. Е? Бұл неге қайтады? Дін атына қайтады. Соған қарсы болған адамдар бар. Дінді жоғатып, дінді құрытып, дінсіздіктің артында болар дамыды дейді. Түсінікті ме жоқ па? Болардың Европаның дамығаны себебі
солар бүткүл динди барлығын тастады дейді. Содан кейін болар, себебі не бағанағы шеркеу дамуға қарсы болатын. Ардайым бір бәлені біреу ойлап шықса, шеркеудегілер бұл арам, бұл дұрыс емес, қайтарып тастай береді. Сонымен сондай жаңа нәрсе ойлап шыққан адамдарды олар өлтіреді, атады, айдайды. Түсінікті ме жоқ па? Сонымен болар соны яғни көтеріліс болып, бағанағы дін иелерін шеттетіп тастап, өздері жұмысты алып барып, содан дамыған дейді. Сол сияқты қашан егер сен, яғни сол сияқты мұсылмандардың да мынау ақырғы 19 ғасырдан өтіп 20 ғасырға өте берістегі артта қалып кетулерінің себебі дін мұсылман болғандықтары дейді. Сол сияқты сендерді дамымақшы болатын болсаңдар, діндерін тастаңдар, сондай дамиыз. Онда дамиыз. Европаға қарап еру керек дейді. Европаға қарап. Түсінікті ме жоқ па? Болардың айтып жатқанын сыртына көрсең өте әдемі ақылды сөз сияқты көп көрінеді. Бірақ бүткіл барлығы қате сөз. Неге? Себебі бұл христиандардың сол уақыттағы ұстанған дініменен мұсылмандардың исламы мүлдем басқа нәрсе. Себебі сол уақыттағы христиан діні енді әлекетінің ең ақырғын демінде тұрған уақыты, олар жағдай барынша елдерді қолға алып қалуменен, билікті қолына ұстап қалумен шұғылданған. Бүткіл елді мәжбүрлеп ұстап тұрған. Және өздері жаңадан дін шығарып, адамдарға бүткіл өтірік, жалған нәрселерді айтумен, елді қинаумен әуре болған. Аллах айтады: "Варахбанiyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim." Айтады, біз оларға шариғат қылмаған тақуа жолын бидат қылып шығарып алды олар. Бірақ өздері, біз оларға парыз қылмаған едік. Бірақ олар өздері со нәрсені шығарып, өздері со нәрсеге амал қыла алмады ақыры. Яғни үйленбейді, жемейді, ішпейді, анау қылмайды, мынау қылмайды. Түсінікті ме жоқ па? Халықтан бүткіл дүниені жинайды, қорлайды, бүткіл билік солардың қолында, өздері өтіріктен шариғат шығарып, адамдарды алдаумен әуре. Ислам о нәрсені, олар шақырып тұрған нәрседен қайтарған дін. Өткенде хадисте айттық, біреулер келіп, мен түнімен не? Намаз оқимын дейді, біреулер күнімен ораза ұстаймын дейді, біреулер мен әйелдерге үйленбеймін деді. Солай ма жоқ па? Ислам оған қарсы. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен ұйықтаймын да, оразада боламын, аузым ашықта жүреді, әйелдерге де үйленемін, кім менің жолымнан болмаса, не? Бас тартса, ол менен емес деді. Дұрыс па жоқ па? Ислам олай емес. Ислам олар шақырған дін емес. Ислам денені де ақсын беретін, жүректің де, рухтың да, денені де ақсын беретін дін. Сол үшін Салман радиаллаху анху Абу Дарданың үйіне келді. Келсе, әйелі өте бір нашар жағдайда. Сөйтсе, Абу Дарда қалай жағдайлар, аман ба десе, сенің досыңның дүниеге қажеті жоқ дейді. Ол дегені түсінікті. Яғни әйелге қарамайды деген ол. Түсінікті ме жоқ па? Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхуның алдына, яғни бұл басқа нәрсе, қайтамыз ол Абу Дарданың хадисінде. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхуның алдына бір ер әйел келеді. Шағымданып келеді. Келісе алмай жүргендігі үшін. Не айтасыңдар, не дейсің десе, әйелі сөйлейді, айтады: енді біздің күйеу дейді, қырғыздар не дейді? Әйелі күйеуін не дейді қырғыздар? Ері дей ма? Біздің пәленіміз дейді, қожайында. Айтады, түнімен намаз оқиды, күнімен ораза ұстайды, өте жақсы тақуалы дейді. Сонда Омар айтады: онда жақсы екен ғой, жақсы деп қайтарып жібереді. Сонда Омардың жанындағы біреу, Кәб деген біреу айтады: сізге шағымданып келді бұл адам, басқа нәрсе айтайын деп жатыр еді дейді. Сөйтсе, не деп айтып еді десе, бұл әйелі мынау өзіне қарамайтын екенін айтып жатыр ол дейді. Түсінікті ме жоқ па? Тақуалық қылып күніменен ораза болады, түніменен намаз оқиды, әйеліне қарамайды ол. Бірақ айтуға ұялады, маған қарамайын деп, бағанағы әйелді маған қарамайды деп айту. Түнімен намаз оқиды, күнімен ораза ұстайды дегендей сөз айтады. Сонымен шақырыңдар оны дейді, шағырыңдар. Шағырып тұрып айтады: сен не істейсің десе, солай істеймін дейді. Күніменен ораза, түніменен намаз.
Сонда айтады, Омар радиаллаху анху айтады, немесе жанындағы серігі бағанағы сөзді айтқан Кәб айтады, сен 2-3 күн ораза ұстасаң, 1-2 күн ұстама ораза дейді. Түсінікті ме? Яғни түнде біраз намаз оқысаң, біраз ұйықта дейді. Түсінікті ме, жоқ па? Болай болмайды, әйеліңді тастап қойма бүйтіп, саған дұрыс емес деп насихаттап шығарып салады. Тура сол сияқты Салман радиаллаху анху үйіне келсе, Абу Дарданың әйелі сондай жағдайда. Салман үйіне кіреді, Абу Дарда тамақ алып келеді, тамақ қойып, өзі тамақ жемейді. Салман айтады, мен сенің қонағыңмын, тамақ жемесең мен жемеймін дейді. Дейсің қазір дейді тамақ. Түсінікті ме? 7 рет тамақтана деді. Екеуі тамақ жейді, кеш түнде жатады, қонақ болып келген, түнде жатады. Ұйықтап жатса, екеуі жатады ғой енді. Ұйықтап жатса, Салман ұйықтайды деп ойлағанда, Абу Дарда орнынан тұрамын деп ойласа, жат дейді. Және біраз жатқаннан кейін тұрамын десе, жат дейді. Біраз уақыт өтіп тұрамын дегенде жат дейді. Таңға жақын болған уақытта енді тұр дейді. Ұйықтап демалдың, енді тұр дейді. Тұрып, екеуі қиямул лейл қылып, таңнан бұрын азғантай намаз оқиды. Сонымен Абу Дардаға бұл нәрсе жақпайды. Азанда Наби саллаллаху алейхи ва саллямға барып шағымданады. Салман келіп маған сөйтті деп. Сөйтсе Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Салман дұрыс істепті дейді. Салман дұрыс істепті дейді. Сенің мойныңда Раббыңның ақысы бар дейді. Әйеліңнің ақысы бар дейді. Бала-шағаңның ақысы бар дейді. Қонағыңның ақысы бар дейді. Әрбір ақ иесінің ақысını бер дейді. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям дін үшін дүниені тастамайсың, дүние үшін дінін тастамайтын. Екеуі бірден кеп қалса, не қылатын? Дінін бұрын қояды. Ислам анандай рахбана бағанағы дүниеден бет бұруды шақыратын, аштыққа, жалаң аштыққа, түсінікті ме, жоқ па? Жемейтін, ішпейтін дінге шақыр, ондай дін емес ислам. Түсінікті ме, жоқ па? Сол үшін ол тірі дін. Қиямет кешінде тірі қалады. Себебі адамның табиғатын қолдайтын, табиғатқа сай келетін дін, жалғыз дін ол ислам діні. Сол үшін де қазіргі күнде христиандар да оны мойындайды, поптары. Өткенде бір попты көрсем, солай деп жатыр. Айтады, қазіргі күнде дейді, мына мұсылмандардың жастары дейді, мұсылмандардың жастары, негізінде солар Исаға еріп жүргендер дейді сол. Түсінікті ме? Өздерінің христиандардың жастары олай емес те. Айтады, негізінде Исаға ерушілер солар дейді. Сол мұсылмандардың жастары. Себебі Иса солай болған дейді. Кітаптарының бұрыш-бұрыштарында қалып кеткен ақиқат бар да, біледі. Жасырғандары қанша? Бірақ не болғанда да ішінде шындығы бар да бәрібір, бір шетінен. Бізге олардың шындығы керек емес. Өздеріне жұқпаған бізге жұғатын ба? Түсінікті ме, жоқ? Бізге алхамдулилля жеткілікті біздегі. Тек қана айтып жатқан соның ішіндегі бар ақиқатпен біліп тұр мұсылмандардың шындықта екенін. Айтады, осылай жалғасатын болса дейді мұсылмандар келешекте, бүткіл Европа, мынау Ресей жан-жағы барлығы мұсылмандарда болады. Мен ол күн келгенде мен жоқ боламын дейді. Бұлайша өзінің сөзімен Құдайға шүкір деп жатыр. Мен ол күнде болмаймын дейді. Себебі барлығы мұсылмандардың даватының қол астында болады дейді ол күнде. Бір еврей, яғни 50-70 жылдың арасында мұсылмандар бүткіл елді, бүткіл Европаны алады дейді. Бұл яхуди айтып жатыр о нәрсе. Себебі о нәрсе, себебі христиан діні бітті дейді, ештеңеге жарамайды дейді. Аптада бір рет ең тақуалысы аптада бір рет барама бармаймын дейді бағанағы. Бұл еврей айтып жатыр, яхуди айтып жатыр. Бір рет барама бармаймын, ол да бағанағы күнәсін сатып алуға, құлшылыққа бармайды. Күнәсін сатып алуға барады, ең тақуасы. Мұсылмандар бір күнде 5 уақыт жалбарынып Аллахқа дінінде дүниесінде сұрайды. Ана поп айтады, бұл біздің христиандар дейді, қазіргі күнде тек қана Құдайға келсе бер деп айтады. Өзі ештеңе бермейді дейді. Сөкті ме? Ештеңе бермейді дейді Құдайға. Бұл тек қана бер деп айтады. Мұсылмандар жоқ, олар береді дейді. Намаз оқиды, ибадат қылады, зекет береді, ораза ұстайды, хаж қылады, қиямул лейл қылады, садақа қылады, әке-шешесіне жақсылық қылады, бүткіл қайырды қылады да, соменен бірге Аллах деп дүниесінде, ақыретінде жақсылық сұрайды. Міне ол Исаның жолы. Ақиқатта Исаның жолы сол. Себебі пайғамбарлар не ол? Пайғамбарлар әкесі бір болып, анасы бірнеше болған бауырлар. Яғни әкесі бір болып, анасы бірнеше болса, ол бауырлар кім бір-біріне? Туған.
Солай ма жоқ? Сондай халық олар, пайғамбарлардың барлығы. Сол үшін шынымен Иса алейхиссалату вассаламның діні ислам діні. Мусаның діні ислам діні. Бірақ мұсылмандар осылай енді дінін азғантай көзі ашып танитын уақытында не қылып көрсетіп жатыр? Дінін сен артта қалып кетуінің себебі дінді болғаның деп жастарды алдап жатыр. Түсінікті ме жоқ? Дін иесі болсаң, артта қалып кетесің. Европаға әлек болсаң, солардың артынан ерісең, сонда ғана не қыласың? Дамисың дейді. Тағы Европадан дамығанда жастарды кім ақылдыларын көрсетпейді бізге. Тек қана ақымақ тентектерді көрсетеді. Шаштарының несі, бағана прическасы, жыртық штандар. Солай ма жоқ па? Әйелдердің жүргені, көшеде бұзық көрінісінде әжептәуір ақылды адамдар бар оларда. Өздерінің сәнді киімдері, бағана галстуктарын тағып, былайша мен галстук тағыңдар деп жатқан жоқпын. Жалпы өздерінің әдепті киімдерін киіп жүргендер, солар негізінде істеп жатқандар. Бізге оларды көрсетпейді. Телевизорда немесе басқа жерде бүткіл сондай ақымақ тентектерді көрсетеді. Біздің жастар соларға. Ең кереметі әртіс болып жатыр қазір сол үшін. Ақша қайда? Шоу-бизнес. Соның артынан кетіп жатыр. Ең ақылдысы өлең айтады, немесе кино ойнайды, немесе солай. Соның артында ақша тауып жатыр. Әртістер тойлар арқылы ақша табады. Басқа ақшаның барлығы соның артында кетіп жатыр. Жастар соған әлек болып жатыр. Кімнің шашы кім пәленшіне ұқсайды? Шалбары пәленшіне, көйлегі түгеншіне ұқсайды. Жастардан сұрасаң, пайғамбар нешеу? Неше пайғамбардың атын білесің десе білмейді. Неше сахабидің атын білсең білмейді. Неше футболисттің атын білесің де Аргентинадан десең жүзін айтып беруін. Оның бірден айтады. Тілі келмейтін аттар өзі барлығы бар ма? Бұлай бір мұсылмандардың аты болса мейлеген енді жаттап алуға жеңіл болатын. Мүлдем тілі әркім танымайды оны, бірақ аттарын жаттап алған. Неге? Жақсы көреді соларды. Сол үшін біз жастарымызды, сахабаларды жақсы көретін, ахлус-сунна уал жамааттың ғалымдарын жақсы көретін қылып тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана келешектегі ұрпақ өнеді, өседі, бір адам болып шығады солар. Амма болар басқа нәрсені армандап жүретін болса, мұсылмандар тек қана бір фитнадан шығып, басқа фитнаға кіріп жүре береді осылай. Себебі мұсылмандарды қолдаушысы тек қана Алла. Түсінікті ме жоқ па? Алла субханаху ва тағаладан басқа қолдаушы жоқ. Сол үшін Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтады, біз бір қорланған қауым едік. Аллах бізді осы дінмен азиз қылды, құрметті қылды дейді. Қашанда біз құрметтілікті исламнан басқа жолмен іздесек, Аллах бізді қорлап қояды дейді. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін өзімізде сол нәрсені жүректен сенуіміз керек. Түсінікті ме? Бала шағамызға да, әсіресе мына өсіп келе жатқан жастарға да сол нәрсе сіңдірілу керек. Сенің құрметтілігің, дүниеңде де ақиретіңде жақсылығы осы дінменен. Осы дінсіздікпен баратын болсаң, тек қана сен бұрынғы қорлыққа қайтасың. Түсінікті ме жоқ па? Бұрынғы қорлыққа қайтасың. Ол бұрынғы қорлықтан да жаман болуы мүмкін, ол қорлық. Түсінікті ме жоқ па? Себебі біліп істейтін адамдар мен білмей істейтін адамдардың айырмасы бар. Бұрынғы, мысалы, өткен ғасырда өткен аталарымыз көбі білмейді өтті. Көп нәрсені білмеді. Қазір біз біліп жатырмыз. Білгендер мен білмегендер не? Тең емес, амалы да, жақсы амалы да, жаман амалы да тең емес негізінде. Сол үшін адам қазіргі осы күндердегі сендердің елдеріндегі тыныштық, амандық, тоқтықтан пайдалануымыздың ең керемет жолы дінді үйрену болу керек. Күшті осы дінге беру керек. Жастарды оқыту керек. Үйрету керек. Кімнің баласы бар, кімнің інісі бар. Солай ма жоқ па? Кімнің туысқаны бар, жағдайы бар адам оқыту керек балдарын. Үйрету керек. Дін үйренсін, шариғат үйренсін, араб тілін үйренсін. Жоқ дегенде араб тілін үйреніп келетін болса, қанша бауырларға үйретеді. Адамдардың балдарына үйретеді. Анау күні бір бауыр сұрап жатыр. Баламды мешітке берейін ба, қайда берейін? Берем десең, анау сопы, анау мынау, қаяққа алып барам баламды. Балам үйретейін десем, қызымды үйретейін десем, үйренетін адам жоқ. Өзің үйрен. Әйеліңе үйрет. Солай ма жоқ па? Не ол 28 әріп саған сонша қиын ба? Бір ай үйренет шығарсың, қиналып. 2 ай, ал енді ештеңеге ақылың жетпеген 6 ай кетет шығар. Негізінде бір ай жетет негізінде. Әріп үйреніп, Құранға түсіп алуға бір ай жетет бір ай.
Şunu menen onu bilgen adam bilет onu. Şileyim ben işteki aklım jetpegen degende de 6 ay jetet sagan. Ayeliňe öýret. Ayelim boldu balaşaňa. Osunday hayırdan kim mahrum bolat? Kalay sen özüň misal hazırda oýlada sen bir jüms isteýin dep jatsın. Jagdaýyň bar. Kaltaňda akçaň da bar. Ha? Kelip turup mına jigitke magan osu payda, osu akçanyň, osu bir biznestiň paydası magan artykça kılıp jatır. Osun alaça sen davay sen. Osunun artında 1 milyon turur. Sen isteýi salsy demeydi goý sonu ya. İsteýi aýtpaýdy goý sonu. Bileýdim bolsa alyp alady. Talasıp. Solaymy jokpa? Mınaw ahirettiň ülken biznesi balaşagan. Senin оборотуň balaşaga, оборот. Kelejekde osu urpaktan 7 urpak kalama, 8 urpak kalama, eger 100 urpak kalsın, eger tiri urpagın kalatın bolsa, senin artında olsun ben. Sen erbi üretkensin solarga. Din üretkensin solarga. Solardın artından namaz okusun, sadaka kılsın, zekat bersin, başka bärine seni sebepsiz. Olsun şu оборотты kalay biröge bere salasın ayt. Tağı şagımdanat bizдің balдар oktatın hiç kim jok dep. Sagan hiç kim sen özüň okutup galym kıl degen jok. Senin kolundan kelmeydi galym kıluu. Birak galym bala birden bolmaýdy. 1000 şakırım bir kadam men bastalat. Durus mu jokpa? 1000 kilometr bir kadam men bastalat. Bir kadam koyun gerek. Sodan keyin 1000 kilometrge jetesin. Birinci kadam senin kolunda. Balaňyň 1000 kilometriniň birinci kadamy, birinci kilometr emes, birinci kadamy. Bir kilometr şili uzak bolup keteti saga. Solaymy jok? Kaçan baram? Birinci kadamy senin kolunda. Koydur sol birinci kadamdy. Solaymy jokpa? Jok degende balaň bir karapayım Kur'an biletin, şariat biletin musulman bolsunç. Jok degende, öldüm degende solay bolsun. Özüň siýakty şariat biletin, Allah'tyň şegi men jüretin, karapayım tirişiligi men jüretin, 5 wagt namazı, adal aramy selemet, al Rabbisiniň kitabyny okuyalat. Solaymy jokpa? Şundykty bile alat. Bir ölge, mınav durus emes, mınav kate, mınadan durus bolunдар dep bala şagasyna aýta alat. Hazır 60-70'teki karyalarımız baldarına ne öset aytat aç? Ne akıl aytat? Endi jakşı bolunдар ayta, amin boldu işten güzel. Nege? Biz külemiz nege? Negizinde boğan jılabımız gerek biz. Sebep olar üýrenetin adam emes. Üýretetin adamı jok boldu olardyň. Bizde bar goý o narsa. Olarda biri üýretetin adam bolgan jok. Sol üçin bir akıldy söz ayta almaýdy. Bizдің қазір бір 30 жыл бұрынғы өткен қарияларды қарайтын болсаң, оларда ақыл бар еді біраз. Себебі аталардан алған нәрселері қалған еді біраз. Қазір қариялардың аузынан бір дұрыс әңгіме шықпайды. Өзінің неберелерімен карта, нарда ойнап отыр. Бұрынғы қариялар көргенде балдар қорқатын. Бетіне тік қаралмайтын. Қазір бірге отырып нарда ойнайды. Карта ойнайды. Неге? Солар сияқты ақылы сонымен тең. Не өсиет айтады ол? Жоқ дегенде бір кәртигеніңде балдарыңа, неберелеріңе өсиет айтатындай дінің жоқ сенің. Солай ма жоқ па? Қалай ғалым ол? Қалай дін иесі болдың сен сонда? Сол үшін жоқ дегенде бала шағаң енді 0 дегеннің өзінде дінін білсін, парыз. Yani бізде өткенде айттық, білім деген 2 түрлі болады деп, парыз білім бар, нәпіл білім бар. Сен парыз білімін өзіңде, әйеліңде, бала шағаңды білу керек. Соменен бірге, иншалла, солардың ішінен біреу болса да шығып қалады, иншалла. Біреу болса да. Bir елдің үстіні болады. Жоқ дегенде бір жақтың бір үстіні болады. Адамдарға Құран оқытады, дін үйретеді, шариғат үйретеді. Мына сауаптың барлығы тегіннен тегін келіп жатқан жоқ саған. Әшейін келмейді бұл нәрсе. Сол үшін елдеріңде білім талап етуді ояту керек. Білімді жігіттерді көбейту керек. Бүткіл бидатты, масиятты, күнәнің барлығын құртатын нәрсе білім иншалла. Ол қылыш емес. Қылыш белгі иесінікі. Біздің шатағымыз жоқ онымен. Түсінікті ме жоқ па? О кісілерге қылыш алыңдар десе аламыз қолымызға. Соғысыңдар десе патша, мұсылманның патшасы соғыс десе соғысамыз ол. Бірінші қатарда тұрып соғысамыз, егер соғысу керек болса. Бірақ біздің жұмысымыз емес ол.
Bizim жұмысымыз дінімізді үйрену қолымыздан келе ме? Неге біз қолымыздағы бар нәрсені тастап қолымызда жоқ нәрсеге жүгіреміз? Қолымызда бар нәрсе, қолымыздан келеді қазір. Өзімізді үйренуімізге жағдай бар, тыныштық, амандық бар. Солай ма жоқ па? Бала шағамызды, әйелдерімізді, қыздарымызды үйретуге жағдайымыз бар. Солай ма жоқ па? Демек, осы барлықтан пайдаланбасақ, неғматты кім егер дұрыс пайдаланбаса, Аллах алып қояды оны. Аллах айтады: "Ястабдил қауман ғайракум, сумма ла якуну амсалакум" дейді. Егер сендер дұрыс болмасаңдар, сендердің орындарыңа Аллах басқа біреулерді алып келеді. Бірақ олар сендер сияқты болмайды дейді. Түсінікті ме жоқ? Біз егер артқа тартсақ, ойламаңдар енді біз себепті, біз жақсы болмасақ дін зиян көріп қалады. Жоқ, дін зиян көретін болса, қашан зиян көрген болатын? Зиян көрмейді. Дін о Аллахтың діні қияметке шейін қалады. Даджал шыққанда да ахлі сүнна аяқта тік тұрған адамдар. Тік тұратын адамдар. Даджал шыққан уақытта да. Исаның жан-жағында жиналғандар солар. Дін жоқ болмайды ол. Қияметтің алдыңғы ауасымен кетеді. Желмен кетеді. Ол уақытқа шейін дін тірі. Біз дінге қорқпаймыз, біз өзімізге, өзіміздің ұрпағымызға қорқуымыз керек. Солай ма жоқ па? Дін тұратын нәрсе ол. Аллах өзі қолдайтын адамдармен, тіпті кейбір бұзық адамдармен дінді қолдап жүр. Өткенде хадисте оқыдық Шейхаббатпен хадистегі. Аллах субханаху ва тағала бір дінді егер қолдауды өзі қаласа, бір бұзық адаммен де қолдап қоя береді Аллах. Егер қаласа. Бірақ сол қолдаушы біз болып қалсақ қалай? Жақсы ғой. Дұрыс па жоқ па? Егер Аллах қолдаймын десе, бір бұзықтың артынан да қолдап жібереді. Аллах қаласа. Бірақ біз қолдаушы болатын болсақ, азғантай болса да бір нәсібіміз қосылып қалса, біреуге оқы деген сөзбенен, балаңды оқытуменен, көршіңнің баласын оқытуменен, негізінде көптеген ғалымдарды ғалым қылған, ғалымды білеміз де, оларды ғалым қылған адамдарды көп адам білмейді. Түсінікті ме жоқ па? Бұхариді Бұхари қылған кім? Шафииді Шафии қылған кім? Абу Ханифаны Абу Ханифа қылған кім? Адамдар көбі білмейді негізінде. Бірақ олар ешкімге танылмай бүткіл сауапты жинап жатқан адамдар. Білесің бе? Омар ибн Хаттаб радиаллаху қараңдар да, енді бұл үлкен нәрсе біз көзімізден, жүрегімізден ұзақ жүреді. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху бір соғыста келіп не болғанын, кімдер қайтыс болғанын солардың аттарын айтып тұрады ана. Сонда пәленші үйтті, мынау өлді, анау болды, мынау болды деп айтып, біраздардың аттарын айтады да, кейін мынанша санақтағы адамдар қайтыс болды, сіз, я амирул муъминин, сіз оларды танымайсыз десе, Омар айтады, радиаллаху анху, қандай адам қара? Айтады, оларды амирул муъминин танымағаны оларға зиян етпейді ғой дейді. Түсіндің ме? Мәселе түсіндің ме? Сіз танымайсыз оларды, олар сондай жақсылықта қайтыс болды ғой, бірақ сіз танымайсыз, сол үшін аттарын айтпай жатырмын десе, Омар айтады, оларды амирул муъминин өзі танымағаны оларға не зиян жетеді дейді. Олар жақсылығына жетіп болды, мен танысам танымасам пайдасы жоқ оны. Менің танымағаным ештеңке зиян бермейді оларға. Танымағаны қайтанға жақсы, өте үлкен ықыласпен кеткен адамдар. Солай ма жоқ па? Сол үшін ахлі сүннаның айыммаларының имам болғанның себебінің артында бір кішкентай адамдар тұрған адамдар. Немесе анасы, немесе әжесі, атасы, көршісі, сондай біреулер. Бірақ үмбет оларды танымайды. Үмбет танымағаны оларға зиян жеткізу жоқ. Бәркім олар Аллах субханаху ва тағаланың алдында танықты. Сол үшін сен адам танитын адам емес, Аллах танитын адам бол. Түсінікті ме жоқ па? Аллах біледі сенің не істеп жатқанын. Жетеді саған сол. Түсінікті ме жоқ па? Аллах танитын пенде болу керек. Аллах жақсы көретін пенде болу керек. Адамдар танымаса да, адамдар жақсы көрмесе де. Адамдар көбінесе, адамдар танитын, адамдар жақсы көретін пенде болуға әрекет қылады. Саған не пайда егер Аллах сені жек көретін болса? Аллах сені танымайтын болса, саған не пайда оның артында? Бүткіл үмбет сені жақсы көрсін, танысын. Аллах танымайды. Сонша қазіргі күнде үмбеттердің басында тұрған танықты байлық бабынан, басқа не бір түрлі баптардан адамдарға танықты адамдар бар. Мыналарды ойлап шыққан адамдар, кім пәленші. Солай ма жоқ па? Бірақ Аллах оны танымайды. Ол топырақтың астында ешкімге керек емес. Аллахтың алдында ешкім емес.
Аллахтың алдында ол білесің бе сол адам мен мал болсам екен деп армандап қалып кетеді қияметте. Мен шошқа болғанымда еді ғой осындай абыройдың артында деп армандап қалады, бірақ арманына жете алмайды. Қашан Аллах бағанағы шошқа иттерді тозаққа салмай топыраққа айландырып жібергенде, мынаны тозаққа салып жатқан уақытта кәпір айтады, қане енді менде осы шошқа сияқты болсам ғой, топыраққа айланып кетсем екен дейді. Сондайлар бұл өмірде қандай бір жұлдыздық дәрежесіне жетіп бүткіл үмбет басын иген болса да, ертең қияметте шошқа болуды есек, қазіргі күнде есек десең сенің басында алады ол адамдар. Бірақ сол уақытта шошқа болуды армандайды. Ең ифлас айуан шошқа болуды, себебі шошқаның күнәсі жоқ. Шошқа болғанның күнәсі жоқ. Есектің есек болғанның күнәсі жоқ. Бірақ ол дүниеде солай еді, ақыретте жоқ олардың. Оларды Аллах топыраққа айландырып жібереді. Себебі күнәсі жоқ айуан. Адам баласы, Аллах субханаху ва тағала адам баласын ақыл берді оған. Жүрек берді. Оған пайғамбар жіберді, кітап түсірді. Дұрыс, жамандық, жақсылықты айырып білетін ақыл берді. Сонымен де малдан төмен болды сосын Аллахтың алдында. Ол танықтық кімге керек? Солай ма жоқ па? Сол аиммаларды имам қылып, ахлі сүннаның бір тосқыны қылып жеткізген адамдар танымайды. Бағанағы әскерде болған адамдарды Омар танымаған сияқты. Сондай танымайтын адам болуымызға қазір жағдайымыз бар. Білесіңдер ме? Сен ертеңгі күнді ойлама, тірі уақытында ойлама. Сен өзіңнің еліңді 200 жыл, 300 жыл, 500 жыл уақытын ойда. Сондықтан ма жоқ па? Дүниеде істегенде мәңгі қалатындай болып істеу керек адам. Ақыретке келгенде ертең өлетін болып істеу керек адам. Сондықтан ма жоқ па? Дүниеңе істесең мәңгі қалатындай пысық істе дүниеңнің. Ақырет, намаз, ибадат, арам, адал мәселесіне келгенде ертең өлетін адам болып қорқып жаса. Сақтанып, сонда сәлемет боласың. Дүниеңде жақсы болады, ақыретінде жақсы болады сонымен. Сөкті ме жоқ па? Сол үшін білімге жеке көңіл бөлу керек адам. Жастарды оқыту керек. Бұның барлығын сәлеметтіктің жолы тек қана білім. Наби саллаллаху алейхи ва саллам өткенде сабақта айттық қой. Наби саллаллаху ең бірінші түскен аят қай дедік? Қай аят дедік? Иқра сөйлесіз. Біз оқитын халықпыз. Иқра деген, оқы деген үмбет біз негізінде. Осы 1200 жыл ғасырдың арасында пайғамбар алейхиссалату вассаламның хижри жылынан осы иқра үмбеті сәлеметтікті, амандықты, ұлықтықта болған. Қашан біз осы иқра деген нәрсені тастағанымыздан бері қорлықтамыз біз. Осы жылдың жылдың арасында біз тек қана қорлыққа жеттік. Неге? Оқымаймыз. Алдымызда Құран бар, хадис бар, оқымаймыз. Дініміз жоқ болғаннан кейін дүниені де бізден Аллах алып қойған. Егер адамдар дініне қайтса, Аллах қалғанын береді. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, егер егер осындай Аллах арам қылған рибауи саудалармен сауда қылсаңдар, сол сиырдың артынан жүрсеңдер, егіндік, тіршілік, дүние, соның артынан кетсеңдер, Аллах жолында болатын жихадты тастайтын болсаңдар, саллаталлаху алейкум зүллән, Аллах сендерге қорлықты билік қылып қояды үстілеріңе. Ла янзи'уху анкум хатта таржи'у иля диникум. Осы қорлықты сендер діндеріңе толық қайтпағанша ол қорлық кетпейді сендерден дейді. Сол үшін мұсылмандардың сәлеметтігінің ең бір ғана жолы діндеріне дұрыс қайту. Дінге дұрыс қайту үшін дінді дұрыс баяндап беретін адам керек. Сендерде бар ма? Жоқ. Бар болса да өте әлсіз, өте аз. Сонша миллион халыққа бір-екі адам не тұрады? Ештеңе тұрмайды. Түсінікті ме жоқ па? Сол миллионға жоқ дегенде әрбір миллионына бір ғалым шығарыңдар. Еш миллион Қырғызстан? 6 миллион. 6 миллионға бір 6 ғалым шығарыңдар бір, мықты жақсы. Солай ма жоқ па? Енді ұйықтай бер сосын. Түсінікті ме? Тыныш кетесің, ақыретке көше бер енді. Қолымнан келген жақсылықты істедік қой деп. Енді аналардың мойнындағы уажып, олар орындасын кейін.
Осы дүниеден бәріміз кетеміз. Бәрібір ертең арғы күн кетеміз. Кеткенде бірнеңке қалдырып кет. Бірнеңке қалдырып кет. Аллахтың алдында біздің құжатымыз, амалымыз ғана, тек қана. Амалың бос қай бетпен барасың? Аллах айтады ертең саған амандық бермедім ба? Тыныштық бермедім ба? Қарныңды тоқ қылмадың ба? Үстіңді бүт қылмадың ба? Маған не алып келдің десе, не алып барасың? Әйтеуір бірнеңке қылып оқыған намазың бар, анан міне сол. Аллаху алам ар жағы не бар. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін осы амандық, осы тыныштық сендерге уақытын шалық беріліп тұрған неғмат болып қалмасын, ертең Аллах алып қоятындай. Жалғасты болуды кім қаласа, Аллахқа шүкіршілікпенен ибадатты дұрыс орындап, амалға, сәлеметтікке себеп болатын білімнен жақын болу керек адам. Аллаху алам. Намаз қанша? Аяғым. Субханалла. Biz ертең түске 9 деп тайпалыпты. Жүресіңдер ме? Жақсы онда. Настаудуллах динакум аманатум хатима амаликум. Меккеге барып жақсылап ибадат қылыңдар иншалла. Аллах қабыл етсін иншалла. Тұрыңдар осылай. Қонақ болыңыздар.